Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін сіздермен өте жылдам және дәмді болып пісетін пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: 250 мл айран, жарты шай қасық сода, 2 дана жұмыртқа, 150 грамм қант, 50 грамм сары май, 250 грамм ұн және менде салмасына қара өрік 200-300 грамм. Жалпы қалауыңызша салмасын өзгертсеңіз болады. Кез келген жеміс түрі бола береді. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды құйып аламыз. Оның үстіне соданы салып, жақсылап араластырамыз. Содамыз бен айранымыз араласып болғаннан кейін үстіне қант салып, тағы да қант ерігенше араластырамыз. Келесі бізде жұмыртқаны салғаннан кейін де біз сұйықтығымызды әбден араластырып алуымыз қажет. Сары майымызды саламыз, одан кейін сары майымыз ерігенше тағы да араластырамыз. Ұнды аз-аздан салып, жақсылап араластырып, бір текті сұйықтық жасаймыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Келесі кезекте пешімізді 180 градусқа қойып жылытамыз және формаға қамырымызды саламыз. Ең алдымен қамырдың жартысын салып, формаға жайғастырамыз. Үстінен біз қара өрігімізді орналастырып, қалған қамырды оның үстіне құямыз. Жаңа айтып өткенімдей, қара өріктің орнына кез келген жемісті алуға болады. Мысалы, шабдалы, алма немесе алмұрт. Пирогымызды 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Достар, біздің пирогымыз дайын болды. Қалауыңызша пирогты қант ұнтағымен әрлесеңіз болады. Осы рецептпен барлықтарыңызға осы пирогты жасап көруге кеңес етемін. Егер рецепт ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған бақыт.